18 ғасырдың қазақ даласы, кіші жүз руларының тағдыры таразыда тұр. Бір жағында жоңғар шапқыншылығы, екінші жағында Ресей империясының ықпалы. Әбіш Кекілбаевтың Үркер романы осы тарихи кезеңдегі күрделі шешімдер мен олардың салдарын тереңінен баяндайтын көркем туынды. Романның басты кейіпкері Әбілқайыр хан. Ол елінің болашағы үшін Ресей патшасына бодан болуға шешім қабылдайды. Бұл шешімнің артында қандай себептер жатыр? Ханның ішкі толғаныстары мен ел ішіндегі пікірталастар қалай өрбіді? Шығарма 4 бөлімнен тұрады: тығырық, елшілік, арбасу және айқас. Әр бөлімде қазақ халқының тағдырына әсер еткен маңызды оқиғалар мен шешімдер сипатталады. Үркер тек тарихи оқиғаларды баяндап қана қоймай, сол кезеңдегі адамдардың психологиясын, олардың ішкі әлемін, арман тілектерін, қорқыныштары мен үміттерін шебер суреттейді. Неліктен бұл кітапты оқу керек? Бірінші, қазақ халқының тарихындағы маңызды кезеңді терең түсінуге мүмкіндік береді. Екінші, күрделі шешімдердің артындағы себептер мен салдарды саралауға көмектеседі. Үшінші, ұлттық бірлік пен тәуелсіздік үшін күрестің мәнін ұғынуға септігін тигізеді. Төртінші, көркем тілмен жазылған оқырманды терең ойға жетелейтін шығарма. Үркер әрбір қазақ азаматы үшін тарихи сананы қалыптастыратын, өткенімізді бағалауға үйрететін маңызды туынды. Бұл романды оқу арқылы сіз өз тарихыңызды тереңірек түсініп, болашағыңызға сеніммен қарай аласыз.